Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Сабақтың мақсаты дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттау. Кез келген дене қандай да бір ішкі энергияға ие. Ішкі деген сөз дененің ішіндегі деген ұғымды білдіреді. Дене ішінде не бар? Әрине, денені құрайтын бөлшектер, яғни молекулалар бар. Біз сіздермен барлық денелердің молекулалардан, яғни бөлшектерден тұратынын және олардың үнемі қозғалыста болатынын білеміз. Ішкі энергия денені құрайтын сол бөлшектердің энергияларынан тұрады. Ол қандай энергиялар екен? Молекулалар қозғалыста болса, олардың қандай да бір кинетикалық энергиясы бар. Оны қозғалыс энергиясы дейміз. Сонымен қатар, молекулалар қозғала жүріп, өзара әсерлеседі де, яғни бір-біріне тартылады, бір-бірінен тебіледі. Сондықтан, бұл бөлшектердің потенциалдық энергиясы да болады. Потенциалдық энергия өзара әсерлесу энергиясы. Олай болса, біз сіздермен бөлшектердің кинетикалық және потенциалдық энергиялары болатынын білдік. Ішкі энергия осы денені құрайтын бөлшектердің энергияларынан тұрады дедік. Ендеше, ішкі энергия ұғымына анықтама берейік. Дененің ішкі энергиясы дегеніміз, денені құрайтын бөлшектердің кинетикалық энергиясы мен потенциалдық энергияларының қосындысы. Анықтаманы былай да айтуымызға болады. Дененің ішкі энергиясы дегеніміз бөлшектердің қозғалыс энергиясы мен өзара әсерлесу энергияларының қосындысына тең. Формула түрінде дельта У тең ЕК плюс ЕП. Мұндағы дельта У ішкі энергияның белгіленуі, ЕК кинетикалық энергия, ЕП потенциалдық энергия. Ішкі энергияның қандай шамаға тәуелді болатынын қарастырайық. Бөлшектердің өзара әсерлесуі аз, сондықтан дененің ішкі энергиясы негізінен бөлшектердің кинетикалық энергиясына тәуелді. Кинетикалық энергияның формуласы сіздерге 7-ші сыныптан таныс, ЕК тең болады МВ квадрат бөлінген 2. Бұдан кинетикалық энергияның жылдамдыққа тәуелді екенін білеміз. Ал жылдамдық тікелей температураға тәуелді. Ыстық су мен суық суды салыстырғанда, ыстық судың кинетикалық энергиясы көбірек, молекулалар шапшаң қозғалады деген сөз. Себебі температурасы жоғары. Бұдан ішкі энергияның температураға тәуелділігі шығады. Яғни, ішкі энергия температураға тура пропорционал. Олай болса, ыстық судың ішкі энергиясы суық судың ішкі энергиясынан көбірек болады. Сонымен, қорыта келе түйін. Дененің температурасы өзгерсе, ішкі энергиясы да өзгереді. Ендеше, дененің ішкі энергиясын өзгертуді басқаруға болады деген сөз. Оны қандай тәсілдермен өзгертуге болатынын қарастырайық. Мысалы, алақандарымызды бірінші суреттегідей қойып, бір-біріне әрі-бері ыспалайық, үйкелейік. Нені сеземіз? Дұрыс, алақан қызады, жылу энергиясы пайда болады, яғни ішкі энергиясы артады. Неліктен? Әрине, үйкеліс есебінен. Екінші суретке назар аударайық. Горизонталь бағытта бір жағы бекітілген серіппедегі денені бекітілген жағына қарай жылжытқанда серіппе сығылды. Бұл жерде не өзгерді? Серіппе сығылғанда пішіні мен көлемі өзгерді. Дене бөліктері бір-біріне жақындады, яғни бұл жағдайда
деформация есебінен ішкі энергиясы артады. Үйкеліс, деформация кезінде дене қозғалысқа түседі. Яғни жұмыс істеледі. Демек, ішкі энергияны үйкеліс немесе деформация есебінен жұмыс істеу арқылы өзгертуге болады. Жұмыс істемей-ақ дененің ішкі энергиясын өзгертуге болады. Мысалы, отқа қойылған су бар шәйнек қызады. Дене қозғалмайды, ендеше жұмыс жасалмайды. Бұл жерде бір денеден екінші денеге жылу беріледі. Нәтижесінде дененің ішкі энергиясы артады. Сонымен, дененің ішкі энергиясын өзгертудің екі тәсілі болады екен. Жұмыс істеу арқылы, жылу беру арқылы. Осы тәсілдер арқылы дененің ішкі энергиясы өзгере алады. Дене қызғанда оның ішкі энергиясы артады, дене суығанда оның ішкі энергиясы кемиді. Температура тұрақты болса, дененің ішкі энергиясы да тұрақты болады. Тақырып түсінікті болса, тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші тапсырма. Суреттер берілген, ішкі энергияны өзгерту тәсілдеріне қарай ажыратып, төмендегі кестені толтырыңыздар. Ал кірісейік. Жақсы, енді жауабымен тексеріп көріңіздер. Жарайсыздар. Екінші тапсырма. Көрсетілген құбылыстарда дененің ішкі энергиясының өзгерісін плюс, минус, 0 арқылы белгілеңіздер. Плюс артады, минус кемиді, 0 өзгермейді дегенді білдіреді. Жауабымен тексерейік. Бүгінгі сабақ бойынша өз пікірлеріңізді қызғылт сары, жасыл түске боялған сөздер арқылы 3 сөзбен көрсетулеріңізге болады. Жақсы, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.